Сәлем баршаға. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бұл видео рецепте мен сіздермен оңай әрі дәмді жасалатын сүт қыз деп аталатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептің ерекшелігі тортқа қосылатын заттар қымбат емес заттардан жасалады. Каналымда алғаш рет болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және келесі видео рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауша түймесін басып қойыңыз. Тортқа бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Оған қойытылған сүт қосамыз. Осы қоспаға ерітілген сары майды қосамыз. Оларды жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз қосып, алдын ала ұн електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Одан кейін ұн қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, осы қоспаны жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың қоюлығы шамамен осындай болады. Қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз да, әр бөлігін осылай табамызға жайып шығып, әр қожықтарымызды 10 минуттан 180 градус қызып тұрған пешке салып аламыз. Торттың кремін жасаймыз. Торттың креміне бізге қаймақ және қойытылған сүт қажет болады. Осы қоспаны араластырамыз. Креміміз дайын. Піскен қождарымызды осылай қойып алып, тең 2 бөлікке бөліп аламыз. Және қажетінше айналасын түзулеп кесіп аламыз. Торт құрастырамыз. Торттың арасына үйде кез келген жеміс жидек болса, осылай қойып шығуға болады.
Тортымызды құрастырып болған соң қалағанымызша сәндеуге болады. Мен кокос ұнтағын осылай сеуіп шықтым. Торт дайын. Рецепт сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецепттерде кездескенше сау болыңыз.